Сәлем достар, мен бүгін бар жоғы 500 теңгеге бургер дайындадым. Ол үшін нан қойып тоқаштарды пісіріп алдым. Пияз, бұрыш және фаршты қуырып, тұз дәмдеуіштерін қосып, кетчуп салып араластырдым. Булочкаларды екіге бөліп, кетчуп майонезден соус салып, қуырылған фарш, кейін оның бетіне осылай сыр және қызанақ қойдым. Булочканың екінші бөлігіне соус жағып, бургерді осылайша жылдам әрі сочный етіп дайындап алдым. О, можно мне тоже? Котлеттерді пісіріп әуре болмай, осылайша дайындап көруге кеңес берем. Кафе ресторандардың бургерінен не уступает, қанша шыққанын описаниеда қалдырын.